Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге тәтті әлем. Бүгін сіздерге осындай қатпары өте жақсы болып шығатын қаттаманың рецептісімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен бізге електен өткізілген ұн қажет болады және бөлме температурасындағы суымызға бір ас қасық тұзымызды салып, орташа қатты қамыр жасайтын боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін пакетке салып 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді қамырымызды екіге бөлетін боламыз. Қамырымыздың бір бөлігін жақсылап жұқалап жаятын боламыз. Қамырымызды жұқалап жайып болғаннан кейін кішкене ұн себелеп бір шетке алып тұрамыз және екінші қамырымызды дәл осылай жұқалықта жаятын боламыз. Мінеки қамырымыздың екінші бөлігінде жайып алдық. Енді маргарин жағатын боламыз, немесе сары май. Осы жерде ескеретін жайт, маргариніміз және сары майымыз суы кеткенше толық еруі қажет. Себебі суы ішінде бар болатын болса, қатарлақ болып шықпайды қамырымыз. Майымызды бір келкетіп жағып шығатын боламыз. Және мен үстіне кішкене ас көк қостым. Қоспасаңыздар да өз қалауларыңыз. Енді осының үстіне екінші бөлік қамырды жаятын боламыз. Екінші қамырымыздың үстіне де дәл осылай май жағып шығып, жақсылап рулет тәрізді қылып орайтын боламыз. Арасында ауа қалмауы керек. Енді қамырымызды оқтаумен осылай орап шығатын боламыз. Осылай еттің қамырын кескен сияқты, осылай кесіп шығамыз. Енді бұл қамырымызды 4 бөлікке бөлетін боламыз. Әр қамырымызды осылай орап шығамыз. Енді қаттамаларымызды жайып шығатын боламыз. Алдын ала орташа отта табамызды қыздырып аламыз. Мен осылай еріген сары майыма барлық қаттамамды пісіріп шықтым. Барлығына жетті. Себебі осылай кішкенеден құйып отырды майды. Сонда қаттамамыз қатты шылқыған май болмайды, әдемі болып шығады. Екі бетінде қызарғанша пісіріп алатын боламыз.
Осылай қаттаманы айналдырып тұрсаңыздар, барлық жеріне май тиіп, қызарып пісетін болады. Мінекей қаттамаларымыз дайын болды. Осылай қатпарлы болып, әдемі болып шығады. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.